қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Sunlight Show. Әрең дегенде келдім ғой. О, әдемі. Сәлем. Менің есімім Алихан болады. Лақабатым Марк. Мен Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласынанмын. Жалпы өнермен айналысып жүргеніме 4-ші сыныпта негізі ең алғашында бастауышпен қоштасу кеші болады ғой. Сол кезде өлең айтып бастаған. Сол кезде колледждің музыкант апайы байқап қалып, мені концерттерге, мектеп арасындағы концерттерге, мектептің ішіне концерттерге шығара бастады. Жалпы негізі бала кезімнен бергі арманым мен әнші болу, топта, үлкен сахнада өнер көрсету. Сәлем, қалайсыңдар? Ау, үйде кім бар? Ау, үйде ешкім жоқ, соған қарағанда мен жалғызбын, онда үйді көріп тексеруге болады. You give me something I need in my life, so I can't do nothing, you can, baby. О, күшті. Шаң, үйдің бәрі шаң, жинау керек. Кәні бөлменің бәрін көріп шығайық, қарап. Точно бұл емес. Мә, шефтің бөлмесі ғой деймін. Точно мен бөлме емес, басқа бөлмелерді қарайын. Өсе келе инструменттерге қызыға бастадым. Ең бірінші қызығушылығым гитараға болған негізі. Мен сөйтіп гитараға жазылмақшы болып барған кезде гитара сыныбы бос болмай қалды. Сөйтіп бар. Мамам халық бөлімі бар, домбыра, дәстүрлі ән айтатын. Сөйтіп бар. Гитара бос емес деген екен. Мамам, домбыра қазақтың аспабы ғой, домбыраға қатыссай деді. Мен жалпы қатысқым келмеді. Мама, өтініш қатыспай қойыңызшы деп. Кейіннен барып, мама, қатысасың болды. И потом интернетті аштым. Там интернеттен аккордтарды теріп, сонда гитараны интернеттен үйрендім. Қызығушылығым көп болғандықтан интернеттен гитара үйрендім. Вот, осы менің бөлмем. Көрермендермен бірге жұмыс жасайтын камера. Түсінікті. Сәлем! Қалайсыздар? Мен жаңа үйге көшіп келдім, міне. Маған кроваттан да керек болып жатыр. Так. Мынау, әлде мынау. О, мынау қатты керек емес. От, міне, мынау әдемі. Мә, сақал жарыспайды екен ғой, Ай, айналайын деп атып кетті. О, чемодандарды әкем заттарды еттеу керек қой, тұрайын. Сонымен
Lion Pride Entertainment'ке келдім. Осында арманымның, творчествомның бастамасы деп ойлаймын. Осында басталады. Әлі бастамасы деп ойлаймын. Әлі үлкен белестерді бағындырам деп өзіме сенемін. Және де ең бірінші болып келдім. Және де қанша бала келетінін білмеймін әлі. Бірақ қаншамасы келсе де бәрімен тіл табысуға дайынмын. Сәлем. Сәлем. Мен есім Сай, Алматыдан келдім, мен тренермін. А сіз кімсіз, поварсыз ба? Какой повар? Я тоже тренер, а так бірінші келдім. Ладно. Мен есімім Иса, лақап-атым Сай. Мен жасым 16-да. Мен Алматы қаласынан, осы Астана қаласына осы жоба үшін келдім. Жалпы мен Lion Pride Entertainment'қа келген себебім мен болашақта үлкен сахналарда өнер көрсетіп, және жалпы музыкамен айналысқым келеді. Круто. Ой. Ладно. Бұл поварлардың бөлмесі. Ладно, мен бөлмем болады тогда. Мен осы жобаға түсу үшін көп еңбек еттім. Мен бұл жобаға дейін жалпы би мектебінде би үйреніп, сол мектепте қалып, сол жақта би үйретіп жүрдім. Маған би үйреткен адамдардың көздеріне түсіп, жақсы нәтижеге жеткен соң мен сол мектепте мұғалім болып қалдым. Хореограф дейді ғой жалпы. Өзім бимен әнге қарағанда биге қатты жақын болып келем. Билеген жалпы ұнайды маған. Сөйтіп бимен хореограф болып жүріп, түсіндім мен сахнада өнер көрсеткім келетін. Сөйтіп мен Lion Pride Entertainment туралы естідім. Бұл жақта тренерлар іздеп жатыр деп. Сөйтіп осы жаққа келіп өз бағымды сынағым келді. Жалпы мен бұл жоба сахнаға шығып дебют алу үшін мен бәрін істеуге дайынмын. Как раз бірінші күн ғой. Екінші болып келген ол Сай келесіп маған поварға ұқсайсың деп мазақ еткендей болды. Поварға ұқсайсың ба, поварсың ба деп. Өзінше адам сияқты болып көрінді. О, пинчики мои. Сәлем. Сіздермен бірге Сай. Так. Бүгін мен сіздерге өздерінің биосиктерін көрсетем. Ол Blackpink тобы. Мынау Jisoo. Мынау Jennie. Мынау сразу Лисаны жыртып алдым, к сожалению. Кейін Айдованды міндетті түрде танысам. Если честно, мен басында Алиханды көрген кезде, ол маған ренжіп қалды. Бірінші танысуымыз енді дұрыс болмады. Бірақ мен оны басында көргенде, шын айтам, бір үйде болған соң енді білмедім мен үйде кім бар болатын. Үйде болған соң мен бір жұмысшы деп ойладым. Сол үшін ол маған қатты ренжіп қалды. Кешірім сұраймын Алихан сізден. Давай сөйлесіп әңгіме айтайық та. Давай. Айтсақ айтайық. Папука ойнайсың ба? Папука. BTS или EXO? BTS ба, конечно. О, yes. Бай қарасан, Марк жаман бала емес сияқты. Да, қарнаш кетті отырм. Хорошо, что мен өзімен бір рамен әкеліп. Да. Газы қоса еш? 지금부터 라면 성이 시작돼요.
끓는 물에 뽀글뽀글 고고 면발을 넣고 뽀글뽀글 고고 스프도 넣고 뽀글뽀글 고고 3분 2면 사라비아 라면전. ыстық па? Иә. Сай өзі бірінші келіп, маған әңгіме бастады. Әңгіме айтайық деп әңгімеге тартып мен. И потом жаман қарным ашып тұрған. Сол кезде өзім әңгімеге тартылып, мен әңгіме айтуға тырыстым. Бір тіл табыса білуге тырыстым. И потом маған тамақ істеп берді, тойдыртты. Жалпы жаман бала емес сияқты. Білмеймін, уақыт келе адамды бірден танып білмейсің ғой. Уақыт келе білесің, уақыт келе көрерміз кімнің қандай екенін. Рахмет, дәмді болды.